Саламатсыздар ма балалар? Біз домбыра аспабының қыр-сырын меңгеретін боламыз. Мен өзімді таныстырып өтейін. Сералиева Гүлназ Шаменқызы, Сырдария музыка мектебінің Асқар Тоқмағамбетов ауылдық филиалының домбыра класының оқытушысымын. Домбыра ежелден келе жатқан біздің аспабымыз. Асқақтатып ән салып, күмбірлетіп күй төккен біздің ата-бабаларымыз бізге осы домбыра аспабындағы сан қырлы күйлерді, сан қырлы әндерді жеткізді. Атап өтетін болсақ, Құрманғазы, Мәмен, Сейтек аталарымыз бізге керемет туындылар тастап кетті. Олардың ізін жалғастырған Дина Нұрпейісова, Қали, Жантілеу, Ұлғап Қабиғожин деген аға апаларымыз бізге керемет туындыларды жалғастырды. Домбыраны кәсіби домбырашы болу міндетті емес, бірақ домбыраны білу әр баланың міндеті деп ойлаймын. Өнерлі бала сүйкімді дегендей, қай жерде болмасын, домбырадан ән салып күй тартсаң, сен керемет боласың. Олай болса, біз сабағымызды бастайық. Бүгінгі бірінші сабағымыз домбыраның құрылысымен танысу. Біз адам сияқты, домбыра да біз сияқты үш бөліктен тұрады. Басы, мойны, кеудесі. Енді осы үш бөлікте тұрған домбыраның құрылысымен танысайық. Басында екі құлағы орналасады екен балалар. Бізде неше құлағымыз бар? Басымызда екі құлағымыз бар. Міне екі құлағы. Домбыраның мойнында домбыраның нотасы орналасады, 19 пернесі байланады екен. Және домбыраның кеудесі. Домбыраның кеудесінде шанақ орналасады. Және беті, тиегі, дыбыс шығаратын ойық, аузы, қосымша беті және түп тиегі. Осы түп тиекте балалар, міне біздің астыңғы және үстіңгі ішегіміз байланып, құлаққа жетіледі екен. Құлақта ол байланып, ол енді бізге дыбыс шығу керек қой домбырадан. Сол үшін бізге шайтан тиек керек екен. Осы тиек екшекті көтеріп, бізге дыбыс береді екен. Енді балалар, өтілген сабағымызды тағы да бір қайталап өтейік. Басында не орналасады домбыраның? Және құлақ орналасады екен. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ал мойнында не орналасады екен? Дұрыс, 19 перне орналасады. Кеудесінде не орналасады екен? Шанақ орналасады екен. Бет орналасады, екі беті. Және аузы, тиек, қосымша бет, түп тиек. Және бізде тиекшегіміз қайыққа жалғанады? Дұрыс айтасыңдар балалар. Екі құлаққа жалғанады екен. Міне, бүгін біз домбыраның құрылысымен таныстық. Келесі сабағымызда домбыраның қағысын, отырысымен жалғастыратын боламыз. Рахмет.